Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында Орео печеньесін дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің YouTube арнама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды, оның үстіне қант ұнтағын немесе сахарная пудрамызды қосып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін миксердің көмегімен 1-2 минут бойы араластырамыз. Одан соң жұмыртқаның сарысын қосып, тағы да 1-2 минут бойы миксерлейміз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ұн мен какаомызды осындай електен өткізіп аламыз. Одан соң ұнымыздың қалған бөлігін де қосып, тағы да електен өткізіп, дәл осындай лопатканымыздың көмегімен тағы да осылай араластырып шығамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін миксердің көмегімен қамыр болғанша араластырып аламыз. Мінекей қамырымызды осылай қолымызбен қайтарып, илеп аламыз. Жұп-жұмсақ болып шығады. Осыны пищевойға немесе таза пакетімізге орап, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қалдырып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, дәл осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Жаятын жерімізге аздап ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен қамырымыз 2-3 мл қалыңдықта етіп жайып аламыз, яғни сәл жұқалау етіп жайып аласыздар. Немесе осы қамырды пергаментке орап жайсаңыздар да болады, ұн сеппей. Одан кейін осындай дөңгелек форманың көмегімен ойып шығамыз. Бұдан да кішірек формамен ойсаңыздар да болады. Шетіндегі қамырларын алып аламыз. Одан соң дәл осы рецептпен 20-22 дана, яғни 2 бетін қосқанда Орео печеньесі шықты. 180 градуста 4-5 минут пісіріп аламыз. Креміне творожный сыр мен сахарная пудра қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Творожный сырларыңыз болмаса, сары май, яғни бөлме температурасындағы сары майды қоссаңыздар болады. Одан соң кремімізді осындай кондитерский мешокқа салып, дөңгелекте осылай құйып шығамыз. Төменгі описанияға қанша мөлшерде керектігін барлығын жазып қалдыратын боламын. Енді 2 бетін осылай қосып дайындап аламыз. Мінекей Орео печеньесі дайын болды. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Ең бастысы таза үй жағдайында жасалынатын Орео печеньесі. Бала шағаңызға міндетті түрде жасаңыздар. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.